Короче, бұрында үш қазақты ату жазасына беріп атады ғой. Біріншісі Қаңлы, екіншісі Жаңабай, үшіншісі Найман екен де. Қаңлыдан сұрайды ғой, любой үш желаниеңді орындаймыз өлер алдында. Айт дейді ғой. Ойланып тұрады да, біріншісі плотты тамақ ішіп алайын, екіншісі бауырларыммен жолығайын, үшіншісі бала шағамды көрейінші дейді ғой. Все дейді. Жаңабай да тура сөйтіп айтады ғой. И жаңағы Найманға келеді ғой. Бауырым, бірінші желаниең қандай дейді ғой. Қарап тұрып, қыстың күні шаңымен кәшеңім кеп тұр таудың үстінде дейді ғой. Қуасың ба сен, қазір жаз ғой дейді. Күтейік деп айтады. И қысты күтеді шаңымен кәшеңде. Екінші желаниең қандай десе, от души бір көлді шомылайыншы деп айтады. Қуасың ба қыс қой қазір десе, жазды күтейік деп айтады. Жазды күтеді. И үшінші желаниеңді айтшы бош дейді ғой. Ойланып тұр, мені Жириновскиймен бірге жерлеңдерші дейді ғой. Қуасың ба ол әлі тірі ғой десе, күтейік деп айтады. Короче, 85-ші жылғы бір мужик қой, спортсмен екен да, короче, бітік қалған спортсмен, әйелімен бірге ойда түгі жоқ, базарда кетіп баратады ғой. Базарда кетіп бара жатса бір ұрлықшы, чипач, артынан мыңмен жүгіріп келіп, жаңағының қалтасына қолын сұғып, соткасын алып қашады ғой. Спортсменнің ба? Иә, ана спортик 2 секундқа жеткізбей артынан ұстайды да, жерге жатқызып алады да, жағынан шылқ еткізеді да, ей, жатқан жеріңде зорлап жіберейін ба? Қатын қылып жіберейін ба зорлап дейді ғой. Анау мандыраш, әйелі шошып кеткен. Жаным керек емес, анау қойшы қорқып кеттім, кетейікші екен анау. Анау соткасын береді, екеуі әйелімен қайтады ғой үйіне. Кеш батады, ұйықтайтын кез келеді. Жаңа спортик әйелімен төсекте ұйықтайын деп жатады ғой. Сөйтсе әйелі аккуратно келіп, жаным, соткаңды ұрлап алайын ба. Короче, екі жігіт дос екен да, машиналарына отырып, оталдырайын десе, машинасы оталмайды. Сөйтсе, бензин бітіп қалған, оталсылып қалған да. Ана екінші досында машинасында бензин бар екен. Сөйтсе, канистрді алып шлангымен сорып, жаңа құйып алайын десе, сорамайды ғой жаңағы екеуіш. Ар сорады, бер сорады, бензин жоқ, шықпайды жаңағышы. И қараса көрші мужик кетіп баратқан ғой. Не болды десе, братан, мынау бензин шығарамай жатыр, ар сорамыз, бер сорамыз, шықпай жатыр десе, Артур әкел бер деп жаңағы мужик келіп. Сорып жіберсе, 2 секундың ішінде ана канистрді толтырып жіберген ғой. Ана екі бала, братан, красавчик, өкпең мощный екен, жақсы сорады екенсің деп мақтап атса, ана мужик ашылады ғой. Ол неше? Үйдегі анау жеңгелеріңді, жаңа жеңгелеріңмен бірге сүйісіп сорысқан кезде көтіне көрпесі кіріп кетеді деп айтады. Короче, бір мужиктің 11 баласы болады ғой. 11 баласымен автобусға мінеді, бала шағасы жалпиып орындарға отырып алады. Келесі остановкадан шал мінеді ғой. И жаңағы шалға ешкім орын бермейді. Балдақпен екен да жаңағы шал. И жаңағы балдағының асты темір екен. Сөйтіп жаңағы темір полға тиіп, жаңағы автобустың полына тиіп сақылдайды екенші. Сөйтіп ана 11 баланың әкесі қарап тұрып, ата, мына балдағыңыздың астында ғана темірге резина кигізіп қойсаңызшы, сізді тақылдамайды деп айтады ғой жаңағы. Ана шал қарап тұрып, сол резинаның кезінде сен келгенде осы автобусқа сыйып отыратын еді. Короче, Сәрсенбай мен Бейсенбай деген екі шал болады ғой бір ауылда. Екеуі 80-ге келген, құрдас екен да. Сөйтіп жаңағына Бейсенбай Сәрсенбайға келіп жақындап айтады ғой. Сәрсенбай, 80-ге келдік. 80-ге келіп бір кемпірді қуантайын. Бір амал бар ма деп сұрайды ғой. Сөйтіп жаңағына Сәрсенбай айтады дейді. Короче, ана жеріңді былай ұстайсың, шиіресің, үсіп, бірақта шиіріп жібересің, салып жібересің, ары қарай нормально болып кетеді дейді ғой. Анау қуанып кетеді, үйіне барады. Кемпір, жүр спальниге деп, спальниге кіргізеді. Сөйтіп ана жерін алып бүйтіп, шиіріп уқалап тұрады ғой. Сөйтсе кемпір қарап тұрып, не істеп тұрсың дейді ғой. Қазір қызық болады, мен мына шиіріп бүйтіп салып жіберем, ары қарай нормально болып кетеді дейді ғой. Сөйтсе ана кемпір қарап тұрып, құрышы бар ей, Сәрсенбай ұқсамай деп айтады. Короче, японецтар бір сағат ойлап тапқан ғой. Прикинь, бір рет боқтаса, сағат 1 минутқа алдыға жылжиды. Сөйтіп пивной барға қойып қояды ғой, сағатты іліп қояды. Бірінші күн немістер келеді ғой. Келесі күн ана сағатқа қараса, 2-ақ минутқа алдыға қарай жылжыған ғой. Келесі күні орыстар отырады ғой. Азанда қараса 5 минутқа жылжыпты да сағатшы. Минутта 5 минут алдыға жылжыған ғой. Үшінші күні қазақтарды кіргізген ғой. Азанда қараса сағат жоқ, прикинь. Қазақтар өздерімен өздері жүргізуде жатыр.
Сағат қайда деген ғой? Қай сағат десе? Мына жерде сағат ілініп тұрды десе. Әкең білмейміз, біз оны вентилятор деп ойлап қалдық. Короче, вахтамен жұмыс істейтін бір мужик та 20 күннен кейін үйіне келеді ғой. Үйіне келеді де әйеліне айтады ғой: маған $100 бер, мен барам да, короче, стриптиз көремін дейді ғой. Мен шаршап кеттім дейді ғой, мен стриптиз көру керекпін дейді ғой. Қанша бересің стриптизға дейді? $100 дейді. Ақымақсың ба, маған 2000 теңге берші, мен саған стриптизін көрсетемін дейді ғой. Ана мужик ойланып қалады. Балалардың барлығын кешкісін ұйықтатады әйелі. Кухняға барады да ұзын оқтауды алып келеді да стриптиз билейді ғой, қолынан келгенше жаңағы әйелші. И байы қарап отырып, білә, арзанның аты арзан осы. Короче, бір кішкентай бала настроениясы болмай үйінде отқан ғой. Сөйтіп мамасы келіпті: "Ей, балам, нағып настроенияң жоқ, нағып көңіл күйің жоқ, кім құртты?" десе, достарым бәрі мазақтай береді, бетің көтке ұқсайды деп айтады дейді. Өздері сондай, сен ең сұлусың, сен красавчиксің. Сенбе оларға, бар папаңа көмектес. Папаң аяқты туалет қазып жатыр дейді ғой. Сөйтіп папасына барып, жаңағы туалет қазып жатқан ғой папасы. Қарап, папа десе, түшпаңдар, Короче, бір қазақ, жалқау қазақ та, Кореяға, Южный Кореяға жұмысқа кетеді ғой, жұмыс жасауға. И разнорабочий болып жұмысқа кірген ғой. Сөйтіп жаңағы анау жұмыс істеп жатыр дейді да. 2 айдан кейін бастығына келеді дейді. Осы бір сұрағым бар деп айтады дейді. Қандай сұрақ десе, қазақ айтады екен: "Менің анау итеріп жүрген тәшкім неге мынандай дауыс шығарады?" дейді ғой. Қандай десе, мынандай: "Уйт, уйт, 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 уйт" дейді ғой. И басы қарап тұрады да, басына салт кеп жүреді ғой. Ишак, ол мынандай дауыс шығару керек. Уйт, 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 уйт. Короче, әйел мен күйеу азаңмен шай ішіп отырады ғой. И әйел тұрады да күйеуіне: "Жаным, не үшін сен түнімен қайыр деп айқайлап шықтың?" дейді ғой. Бай тұрады да: "Есің дұрыс па? Адамды оятпайсың бұндай кезде. Өліп қала жаздадың ғой, жаман түс көрдім" деп айтады дейді. Қандай түс десе, ана Бека екеуміз досым таудың үстінде кетіп бара жатырық дейді. Қарны ашып кеткен, адасып қалғанбыз, жол таппай келе жатырық деп айтады дейді. Үстімізде 1 грамм киім жоқ, жалаңаш келе жатырмыз деп айтады дейді. И анау құзға, жарға жағындап қалған кезде аяғым шаңсып кетіп, құздан құлап бара жатырмын деп айтады дейді. Енді үстімде киім жоқ, анау Бека досым ұстап қалатын. Амал жоқ, досымын ғой, құтқару керек. Артыма саусағын тығып алды деп айтады. Қысып тұрмын дейді жаңағышы. Жіберсе құлап кетеді ғой. Қысып тұрмын, жаман қысып тұрмын дейді жаңағышы. Бәр уақытта әлсірей бастадым дейді, жаңағы күшім кетіп жатыр дейді. Жаймен сырғып бара жатыр дейді жаңағышы. Уже соңында әлім вообще қалмағаннан кейін қайыр!